Selam dostlar, сендермен бірге Ерасыл. Осыдан 3-4 күн бұрын сауалнама жүргізгенде, ауданыңыз американдық хоррор көргіміз келеді депсіздер. Соған орай бүгін мен өте бір қызықты кино дайындап қойдым. Айтпақшы, бүгінгі видео техникалық ақауға байланысты біраз кешігіп қалды, сондықтан айып етпеңіздер. Бүгінгі фильмді айтпас бұрын міндетті түрде фильмнің режиссері жайлы айтуымыз керек. Фильмнің режиссері Найт Шьямалан. Бұл көкемізді неге ерекшелеп айтып жатыр десеңдер, ерте ешкі жүні бүртеді 1999 жылы осы көкеміз қазіргі уақытта да әлемдегі ең үздік фильмдерін санатына жататын 6-шы сезім киносының режиссерлік қызметін атқарған. Сол жылы бұл фильм Оскардың 6 номинациясына ұсынылған. 29 жасында Найт Шьямалан аңызға айналған режиссерлармен бір ортада бәйгеге түскен. Елдің бәрі мұны бастағанда бұлай бастаса ертең аңызға айналады ғой деп таңғалып жатқан еді. Бірақ оған көз тиді ме, араққа түсіп кетті ме бір белгісіз бір себептермен 2000 жылдардың басында ол тау төбесіне таяғанда таудан домалады. 2004 жылға Village киносын ел деп жатқанында 2006 жылы ол судағы қыз деген физиканың қояншығын ұстатқан треш кино шығарды. Кезінде Оскарға дәмеленіп жүрген Найт Шьямалан сол жылы «Братан, дәл сен кино түсірмей қойшы» деген ең нашар кино мамандарына беретін разы сыйлығын иеленді. Бұнымен тоқтамай 2015-ке дейін шәуілдірді кино түсіре берді ол. Одан ол бұның бәрінен шаршап, жалығып, ешқандай entertainment productionsыз өз қалтасынан ақша шығарып, өз бар жұмысын істеп, менің бүгінгі айтқай отырған деп Визит киносын шығарды. Онысы сәтті шығып, Найт Шьямалан өзінің комбегін жариялады. Бұл кино сюжеті өте ерекше. Демалыста атаң мен әжеңе барғанда, олар анандай болып шықса қайтесің? Енді анандай дегенде анандай емес енді. Анандай ғой, жалпы. Енді анандай деген анандай деп түсініп қап жүрмеңдер. Жалпы киноның желісіне көшейік. Кино бір келіншектің камера алдында өз өмірі жайлы айтып отырғанымен басталады. Ол мектепте оқып жүргенінде мектептегі бір мұғаліммен көңіл жарастырып, ата-анасы қанша қарсы болса да сол жігітпен кетіп қалып 2 балалы болған екен. Базар жоқ, мұғаліммен еще. Оқушымен ағып жүрген мұғалімнің адамгершілігі қаншалықты болуы мүмкін? Әрине, ол 2 баласымен оны тастап кеткен. Біздің қызы үйден кетерінде ата-анасымен қатты дауға келіп, үйге қайтып келместе есікті тарс еткізіп жауып кеткен екен. Солай арада 15 жыл уақыт өткен. Және солай жақында қыздың ата-анасы 2 немересін көрейік, бізге демалысқа жібер дейді. Солай 15 жасар Бека мен оның інісі Тайлер өмірінде көрмеген атасы мен әжесіне барып жатыр. Олар пойыздан түскенде ата-әжесі күтіп алады. Атасы Поп, әжесі Нәні. Осылай олар танысып үйге келеді. Және біздің Тайлер рэпер екен. Сөйтіп ол бір фристайл жібереді. The girls, they like me. They think I'm sweet like candy. You tall girls, they just look at me blankly. Mommy of a pineapple upside down cake. Ho! Одан Бека Тайлер екеуі анасымен скайппен сөйлеседі. Және атасы мен әжесі ұнап жатқанын айтады. Және анасы саяхатқа кеткей жатыр екен. Осы жолы жалғыз емес, тағы біреумен көңіл жарастырған екен. Мына келіншекті қоймайды екен, Бека Тайлерға камера беріп, әдемі қызықты нәрселерді түсіріп ал дейді. Ал Тайлер кешке поп келіп, біз кәр адамдармыз, сондықтан кешкі 9:30-да бәріміз ұйқыға кетейік дейді. Жай ұйықтап үйренген Бека ұйқысы келмей су ішпек болып төменге қараса, ертеңінде Нәні дым болмағандай таңғы ас ішеді. Бека атасынан кешкі түндегі жайлы сұрайды. Сол кезде Поп әжесінің халі жақсы, түнде кішкене ауырған-ау деймін дейді. Одан Бека мен Тайлер анасының кішкене кезінде ойнайтын жеріне барып ойнайды. Сол кезде I see you little pudge. Here I come. Back up. Here I come. I'm making chicken pot pie. Одан Тайлер атасының бір күдікті жерге бара жатқанын көріп артынан ілесе қоймаға кірсе, тоқташ, боқ, мампырсын қайтейін, қыста суықта шыбындар ағып жүр.
Одан кейін атасы инконтиненс деген пәлекетпен ауырады дейді. Яғни шал екен өзі білмей ботына тышып қояды екен. Сондықтан үнемі памперс киіп жүреді. Одан жиналған памперстерді бір жерге жинап өртейді екен. Тамақ ішіп отқандар болса ас болсын. Одан түнде Тайлер мен Бека түнде бір дыбыс естіп, бөлмесінің есігін ашып қалса, Jesus, Becca, I'm blind. ертеңінде тағы Бека Поп-Аптан түнде не көргенін сұраса, атасы ақыры әжелерінің Самтаун деген психикалық синдромға шалдыққанын айтады. Бірақ Тайлер бәрібір күдіктенеді. Сонда Бека интернеттен әлгі синдром жайлы іздеп, бұл синдром жалпы сондай екен, кәрі кісілер ғой деп мән бермейді. Ал анасы жағажайда мәз-мейрам жаңа еркекпен көңіл көтеріп жүр екен. Тайлер әжесі жайлы айтса, ой, ол кісі жас күнінде сондай шустрый болған, қолда аяққа тұрмайтын деп тіпті мән бермейді. Ертеңінде Бека нәнәдан сұхбат видео істейді. Бека әртүрлі сұрақтар қойып, Поп-Аппен қай жерде таныстыңыз деген секілді сұрақтарды қойып жатып, қызыңыз қашан кетіп қалып еді деп сұрайды. Nana? Don't answer that question. Одан сұхбатты Тайлердан алады. Сол кезде Тайлер 8 жасындағы бір оқиғаны айтады. Ол мектепте американдық футбол чемпионатында ең маңызды таклды істемей қатып тұрып қалыпты. Содан болып командасы жеңілген екен. Бека сол күні атасының артынан еріп барып қоймаға кірсе, Поп-Ап мылтықты өз аузына тақап атқалы тұр екен. Мен жай мылтықты тазалап жатқам. Одан Бека да күдіктенеді. Сөйтіп олар қонақ бөлмеге жасырын камера қояды. Түнде әлгі нәне ары-бері жүріп камераға түспейтін жерге кетіп қалады. Нәне камераны ұстап алып, бір қолына пышақ ұстап, Бека мен Тайлердің бөлмесінің есігін ашпақ болып жатқан видеосын таң ертең Тайлер мен Бека камерадан көреді. Бірақ демалыста бітіп жатқандықтан соңғы күні оларға жоламай-ақ үндемей өткізе салайық дейді. Одан олар анасымен тағы скайппен сөйлеседі. Және барлық болған жайтты айтады. Және атасы мен әжесінің сыртта жүрген видеосын көрсетеді. Сол кезде анасы: Бека, Тайлер, жақсылап тыңдыңдар. Андағы екеуі сендердің атаң мен әжелерің емес. Сендер осы уақыт бойы не, андағы екеумен бірге болдыңдар ма? Дейді. Бүгін соңғы күні, сондықтан әдемі стол ойын ойнайық. Бәрі ойнап атқанында Бека өтірік камераны қуатқа қойып қояйын деп тұрып кетеді. Сөйтсе Бека кіруге болмайды деген жертөлеге түскен екен. Сол жерден ол шынайы ата әжесінің суретін және жындыхана науқасының 2 киімін және шынайы әжесі мен атасының мәйітін көреді. Яғни, мына кемпір мен шал жындыханадан қашқан псих адамдар екен. Одан Беканың артынан шал да келіп, Бека мен кемпірді бір бөлмеге қамап тастайды. Боқтың дәмін татып көр, балақай. Сол кезде Бека кемпірмен арпаласып ақыры оны өлтіреді. Әрине, одан Тайлерді құтқаруға барады. Сол кезде Тайлердің ашуы келіп, әлгі чемпионатта істей алмаған тәклді істейді.
Осылай бәрі аяқталып, кинода аяқталады. Ең бірде кинодағы плюстар жайлы айтайық. Бірінші, өтіріктен кейпір рөлін ойнаған Диана Дуана жайлы айту керек. Әжеміз бұл киноға түскенінде 75 жасында болыпты. Сонда еш CGI-сыз, артық ауыз мейкапсыз, өз рөлін тек өзінің қабілетімен шынайы жеткізді. Және де кинодағы барлық жампскер осы кемпірге тиесілі. Одан кинодағы диалект өте орынды, жарасымды болды. Кәдімгідей шынайы өмірге жақын. Одан кейін болды осылай. Плюстар осылай аяқталып жатыр. Ал енді кинодағы логика, жарықтық жайлы айтайық. Анасы балаларына бара жатқан ата-әжесінің суретін де көрсетпей жібереді. Еще пойызға үлкендерсіз жүрген екі балаға ешкім мән бермейді. Олар билетті қалай алды, қалай отырды, белгісіз. Және мұны қашып кеткен екі псих шал мен кемпірді полицейлер іздемейді ма, жаңалықтардан шығармайды ма, адамдарға ескертпейді ма, әлде осы жақта жындылардың қашып кетуі үйреншікті жағдай ма, түсінбедім. Және бұл кино түсірілімі found footage жанрында, яғни шынайы болған секілді, кейіпкерлер камераны өздерінің қолымен ұстап, өзі түсіріп жүрген секілді болуы керек. Бірақ мына қыз бір қолымен ауыр камераны ұстап, өзіне зум жасап, линзаның фокусын тарылтады. Және кино бойы қаншама беканың өміріне қатер туса да, камераны тастайды ма? Жоқ. Біреу сені өлтіруге қуа жөнелсе не істеу керек? Артыңа қарап, камерамен түсіріп, қоқзамай, солай жүгіру керек. Бауырыңды біреу өлтіруге жетсе не істеу керек? Құтқарарда камераны ыңғайлы жерге қойып, одан кейін бар шоу жасау керек. Бастысы барлығы видеоға түсу керек. Жалпы айта берсең, кинода ешқандай логика жоқ. Бірақ кино көргенге өте қызықты. Осымен бүгінгі видео аяқталды. Видеоны не істеу керек екенін білесіңдер. Ал білмесеңіздер, білесіздер негізі.